Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Жадыра. Бүгін осындай алмұрт қосылған өте дәмді пирог дайындаймыз. Ең алдымен қамырын жасап аламыз. Ыдысымызға қант, жұмыртқа салып жақсылап араластырып аламыз. Үстінен жұмсақ сары май саламыз. Менде бөлме температурасындағы сары май. Жақсылап араластырып аламыз. Қопсытқышты ұнымызға араластырып қоямыз алдын ала. Ұнды екіге бөліп салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз дайын. Енді осының кішкене бөлігін бөлек алып қоямыз. Ол бізге пирогтың бетіне қажет болады. Пакетке салып, тоңазытқышқа немесе мұздатқышқа салып қоямыз. Ал үлкен бөлігін табаға орналастырамыз. Шеттерін шығарамыз. Міне дәл осылай орналастырып шығасыздар. Бұны тоңазытқышқа сала тұрамыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Алмұртты осылай ұсақ етіп турап шығамыз. Алмұрт болу міндетті емес, басқа да жемістер қолдансаңыздар болады. Алмұрттың бетіне қант және де крахмал салып жақсылап араластырамыз. Начинкамыз дайын. Енді осыны пирогтың бетіне саламыз. Енді жаңағы алып қалған қамырымызды үккіштің үлкен жағымен үгітіп шығамыз қамырдың бетіне. Осы кезде пешімізді қыздырып қоямыз. 180 градуста 35-40 минут аралығында пісіріп аламыз. Пирог бізде пісіп шықты. Иісі өте керемет болып тұр. Осылай шеттерін босатамыз. Бөлек ыдысқа орналастырып кесетін боламыз. Бетін қалауларыңызша әрлесеңіздер болады. Шоколадпен немесе осылай қант ұнтағымен, жеміс-жидектермен. Пирог толықтай піскен, өте жұмсақ. Жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын.